Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен English класстың 63-ші бетіндегі Mail about school тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп кет, себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Және де каналда 10 000 подписчик болғанда мен өзімнің кім екенімді айтамын. Мүмкін сенің кейін шығармын. Сонымен бірінші тапсырмада сендерге айтады, мына текстті оқы дейді, және де сұрақтарға жауап бер дейді. Бастадық. Why is they writing the mail дейді. Неліктен ол хабарлама жазып жатыр дейді. To give her exchange students some information about her school. Яғни студентке, айырбаспен барған студентке бірнеше информация бергісі келеді өзінің мектебі туралы дейді. Is the mail formal or informal? Бұл хабарлама формальды ма, жоқ неформальды ма дейді. Әрине бұл хабарлама бізде is informal, неформальды. Which paragraph is about after school activities? Қай параграфте айтылған мектептен кейінгі үйірмелер туралы? Параграф 3-ші параграфте. How many? 4-те. Which paragraph is about food? Тамақ туралы қай параграфте айтылған? Ол әрине 4-ші параграфте айтылған. 5-те. How many school subjects does she mention? Қанша мектептегі пәнді ол меңзеп кетті? 5 пәнді, 5 subjects. English, Math, Science, Geography and French депті. Ағылшын, математика, жаратылыстану, география және француз тілі. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада біз жазуымыз қажет. Мына жерде берілген сөздерді, модальды тексттен, берілген тексттен алып. Бірде, here's some information about. Бұл жерде бірнеше информация бар, бір нәрсе туралы деген сияқты. Some school starts at 8:15 and long there are 6 lessons, yeah. Кейбір мектептер басталады 8:15-те, және де 6 сабақтан болады. Үшінші келдік. The classes are 45 minutes, яғни сабақтар 45 минутқа созылады. 4-ке келдік. All students study English, Math and Science, but we can choose дейді. Барлық оқушылар ағылшын, математика және жаратылыстануды өтеді, бірақ біз таңдай аламыз дейді. 5-те. There are clubs after school. Бұл жерде бар үйірмелер мектептен кейін дейді. Балалар түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді 3-ші тапсырмаға келдік. 3-ші тапсырмада біз қоюымыз қажет. 3-ші тапсырмада біз қоюымыз қажет. Like, for example, such деген сөздерді, Мысалға, мен мына жерде subjects like geography and French болады. There are clubs after school, for example, drama болады. Және snack, food, such as sandwiches and pizza болады. Жалпы толықтырып мен саған жазып бердім. Мына жерге балалар, тапсырмада мен дұрыстап жазып берейінші. 3-те мысалға ол айтады, ол зиянды тағамдарды жейді. Мысалға дейді мына жерге 3-дің біріншісіне сен chips деп жазсам болады. Ол chipsті жейді мұны. Екіншісіне I prefer subjects like, мен таңдаймын пәндерді такие как. 2-ге сен мысалға мәз десем болады. 2-ге мәз, математика деген пәнді таңдаймын деп, мәз. 3-ке There are some people from different countries such as. Бұл жерде көптеген адамдар бар. Әртүрлі мемлекеттен мысалға былай жазсақ болады, мысалға Korea деп қойғай, Кореядан келген адам бар екен тек. I eat a lot of fruit and vegetables, for example. Мен көптеген фрукты мен көкөністерді жеймін. Мысалға дейді, мысалға apple дейсам болады, мына жерге apple and banana дейсалындар, apple and banana. Арғай 5-ке келдік. Some people do indoor sports like. Кейбір адамдар ішкі спорт түрлерін ойнайды. Мысалға table tennis десем болады. Table tennis, table tennis деп қой, tennis. Арғай кеттік. 6-шы. In the canteen you can buy healthy food such as pie. Мектептің асханасынан сен сатып аласың пайдалы тағамды, мысалға пирог деген сияқты жазсаң болады. Мен мына жерге қателесіп жазып қойыппын, балалар, білмеймін неге жазғанымды, мынаны көшіріңдерші. Арғай 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада сендерге жазуымыз керек. Сендерге өзіңді студентпін деп елесте. Жаңа студент сенің мектебіне келді, сен хабарлама жазуың керексің. Бірнеше информация беріп, өзіңнің мектебің туралы дейді. Мына сұрақтарға жауап бер дейді. Мен мұны саған жазып дайындап бердім, көрініп тұр ма?
I am very happy that you are coming to stay with us next month. Мен өте бақыттымын сенің келетініне келесі айда. Here's some information about my school. Бұл жерде информация бар менің мектебім туралы дейді. Мына жерге атын айтып қойсам болады. Мысалы, Hi Жанна деп, иә, ары қарай кеттік. Екінші сұрақ. What time does the class starts? Қаншада сабақтар басталады? Жауап. School starts at 8:15 and there are 6 lessons every day. Сабақтар басталады сағат 8:15-те және де 6 сабақ бар күнде дейді. Үшінші сұрақ. How many classes are there every day? Қанша сабақтар бар? 6 деп жазып қойдым. What subject do all students do? Which subjects that can choose? Төртінші сұрақ ұзақтығы деген мына жерде жазғам. The classes are 45 minutes, сабақтар 45 минутқа созылады. Барлық оқушылар бірдей математика, ағылшын, жаратылыстануды оқиды, бірақ біз таңдай аламыз. Кейбір пәндерді география мен француз тілін таңдайтын сияқты деп. Егер таңдай алмасаңдар, we can't choose деп тоқтата саласыңдар. Other subjects. Мына жерде there are clubs after school, for example, drama, table tennis and music. Мектептен кейін үйірмелер бар. Сурет, драма үйірмесі, тейбл теннис үйірмесі, музыка үйірмесі деген сияқты мына жаққа өзіңнің үйірмелердің атын жаз. Біз барамыз драма үйірмесіне аптасына бір рет, мына жерге бір үйірменің атын жазасың, қанша рет баратынын жазасың. I usually have lunch in the canteen. Мен үнемі түскі асты ішемін асханасында. It's good because you can buy snacks, fruits, sandwiches and have to healthy food meal дейді. Өте жақсы, өйткені сен снеки, тіске басар, сэндвичтер және де жақсы пайдалы тағамдар сатып ала аласың дейді. Ыстық пайдалы тағамдар сатып ала аласың дейді. See you soon, bye for now. Яғни сау бол, қош бол дейді. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар, себебі мен сендерді күтемін. Goodbye, have a nice day.